Так, Opel Zafira сатылат. Вариантқа сүйлөсөк болот. Ценасы 330 000. Айтылыш баасы. Вариантқа келсек, амортизатор жолдары жоқ, только наличкаға 200 000 беріп, қалғанына вариантқа сүйлөсөк болот. Мотор жағы жүріп тұрады, машина. Аккумулятор жақшы, май жебейт. Оғымда роты жүрсе болады, нормально. Айнекті алмаштырыш, зеркал алмаштырыш керек. Лобойды мол жер трещина бар екен. Аға ештеке демейді, өте береді. Документіме өткірсе болады, документі жақшы. Документіні кеше өткіріп келдім. Кеше өтті документі. Бұл іш жағы. Машина жүріп тұрады. Прибор алмашқан екен, башқасы қойылып қалған екен. Машина рестайлинг, приборды до рестайлинг машинасын қойылып қалған. Машина 2003. Газ, бензин, механика. Бары жақшы, печка іштейді, музыка іштейді. Бары жақшы іштейді. Приборлар жаңғаның себебі ошон үчүн өзүнүкү эмес, родной эмес экен. До рестайлинг прибор коюлуп калган. Азыр мол иштебей атат, спидометр. И мол тахометрдан анча-мынча иштебей калат молардагы. Бензин бар, но бензин болсо деле жана берет экен. Датчик жанып кое берет экен. Жакшы көрсөтпөйт экен, мына крышка жок. Ошоң иштебейт. Так, агы семиместный. Жеті орамды шолдар салынған. Арт жағы. Артынан ішіне жуып тазалаш керек, мистика қылыш керек пе. Шындай жүріп тұрады, аз жүргіздім. Жағынан электр іштейді. Документ жағы таза. Слушайте, өте сразу көрсе болады. Шындай. Вариантқа сүйлөшсөк болады.